Перекопала все своими длинными пальцами, перенюхала своим длинным носом. Кто его теперь купит? Подумаешь, тебе не нравится. Да у нас сам повар герцога покупает. На тебя начихать, нищая старуха. Облыстық Қуыршақ театрының 34-ші маусымы Вильгельм Гауфтың «Карлик нос» қойылымымен жабылды. Спектакльдің тәрбиелік мәні бар. Басты кейіпкер Якоб деген бала. Мәдениет ошағының көркемдік жетекшісі Айбол Қасымның айтуынша биылғы маусым нәтижелі өтіпті. Біраз жоспар орындалған. Алға қойған мақсат та көп. Жаңадан қойылған туындылар тоқта қауып, жаңа жылдық қойылым «Снежарик» или «Письмо Деду Морозу», одан кейін «Дед Баба, Курочка Ряба», одан кейін біз екі қойылымды қалпына келтіріп, көрерменге қайта жаңғырттық. Жеткен жетістіктерді айта кететін болсақ, жылдың маусымның басында күз кезінде Шымкент қаласында өткен халықаралық фестивальда, Қуыршақ театрларының арасындағы фестивальда біздің театрымыздың актері, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Сапар Макпенов ең үздік актер номинациясын жеңіп алды. Сонымен қатар театр күніне орай театрдың ішіндегі өзара бірнеше номинациялар болды. Оның ішінде Нұрсұлтан Қалқабек жыл актері, Татьяна Ихтендрис жыл актрисасы номинациясын жеңіп алды.